қабыну тақырыбын аяқтадық. Біз қабыну процесінде не болатынын, қандай жасушалар оған қатысатынын, қабыну белоктары дегеніміз не, және де жедел және созылмалы қабыну кезіндегі айырмашылықтар және лабораториялық көрсеткіштер туралы, олардың мағынасы туралы айттық. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қабыну процесі. Жалпы қабыну процесі туралы айтатын боламыз. Біз қазір организмге инфекция келіп түскен кезде немесе сырттан жарақаттанған кезде болатын процесс. Қабыну процесі бізде жедел және де созылмалы болып екіге бөлінеді екен. Жедел қабыну кезінде классикалық мынадай белгілер көрінеді: ісіну, қызару, температураның, яғни жоғарылауы, және де сол жарақаттанған жерде ауырсыну сезімі болады екен. Жалпы мысал келтірейік. Адам, мысалы, топырақтың үстімен жалаң аяқ кетіп бара жатып, шегені аяғымен басып қалады. Шеге бізде ашық жарақаттың пайда болуына келіп, ол жерге белгілі бір инфекциялар түседі. Бактериялар, мысалы, сонымен түскеннен кейін ол жерде тін жарақаттанады. Ол жерде эпителиальды жасушалар өздері цитокиндерді бөледі. Ол цитокиндер барып нейтрофильдерді шақырады, макрофагтарды шақырады. Және де соның нәтижесінде вазодилатация болады, қан тамырларының кеңеюі, және де олардың өткізгіштігінің артуы болады екен. Өткізгіштігінің артуы болады, мұнда келген. Сосын фагоцитоз процесі басталынады, яғни ол жердегі сырттан келген инфекцияларды жоя бастайды екен. Егер де ол жүйеліге ауысатын болса, егер де ауқымды жарақат болса, жаңағы бөлінген біз айтқан медиаторлар, гистамин, серотонин, анафилотоксин, интерлейкин 1, 6, ТНФ, альфа деген секілді өте көп цитокиндер, медиаторлар, ферменттер бөлінеді. Олардың барлық қан тамырларына түседі. Қан тамырында олар гипоталамусқа барып, бас миында орналасады. Температураны жоғарылатады организмдегі. Пациент терлей бастайды, сонымен нейроэндокринді жүйелерді іске қосады. Беті қызарады, тыныс алу жиілейді, жүрегі тез соға бастайды. Бүйрекүсті безінің қыртыс қабатындағы адреналин бөлінеді, глюкокортикоидты, және катехоламиндер бөлінеді. Ұйқы безі инсулинді бөледі, инсулин бізде гликогеннен глюкозаны бөледі. Сүйек кемігі нейтрофильдердің тезірек синтезін арттырады, пісіп жетілуін күшейтеді. Одан бөлек бас ауруы, сандырақтау, тәбеттің болмауы, қан қысымының төмендеуі болады, және де бауырда арнайы жедел фазаның белоктары синтезі арта бастайды, және жергілікті ол жердегі лимфа түйіндерінің ұлғаюы байқалады екен. Одан кейін жалпы қабыну процесі осылай қарастыратын болсақ, жаңағы жерде зақымданды, және де инфекция енді деп алайық. Тін зақымдалғаннан кейін ол жерде қабыну процесі басталады. Мына жерде тін зақымдалды деп айтайық, және де кішкене терең болып қан тамырында зақымдап жіберді деп алайық. Бұндай кезде өте көптеген жасушалар іске қосыла бастайды. Мысалы, тромбоциттер, ЦРБ, комплемент жүйесі, олар вазоактивті аминдер, НО деген секілді. Олар бізде вазодилатацияға, қан тамырларын, жергілікті сол жерде орналасқан қан тамырлардың кеңеюіне және де өткізгіштігінің жоғарылауына алып келеді екен. Себебі бізге көптеген әлі де жасушалар келу керек жақындаған жерге. Нейтрофильдер келе бастайды. Сосын моноциттер, қан тамырында моноцит деп аталынады, теріге, тінге балып макрофаг айналады. Макрофагтар фагоцитоз процесін іске қосады. Иммуноглобулиндер ол жердегі антигендермен байланысып, иммунокомплекс түсіп, антидене бөле бастайды. Сосын әртүрлі ферменттер, цитокиндер бөлінеді, Т жасушалары бөлінеді. Сонымен жалпы қабыну процесі іске қосылып, зақымдалған жерді барып, ондағы сырттан келген микробтарды жоя бастайды екен. Соңында қалпына келу регенерация процесінде нейтрофильдер, олар сырттан келген жою кезінде олар өздері зақымдалады. Зақымдалған нейтрофильдерде макрофагтар арқылы фагоцитозға ұшырап отырады. Қан жүйесінен фибробласттардан жаңа коллагендер түзіледі, сонымен жаңағы жерде жаңа тін пайда болады екен. Терінің жазылуы болады екен осылайша.
Енді біз жаңа айттық, иә, бауырда жедел фаза кезінде арнайы белоктар іске, яғни бөлінеді деп. Сол белоктарға тоқталайық. Мысалы, ең негізгілердің бірі ЦРБ, С реактивті белок, амилоид А, сывороточный немесе плазмадағы амилоид А, олар бізде тіпті 1000 есеге дейін жоғарылауы мүмкін. Организмде қорғанысты және де оның регенерациясын арттырады екен. Фибриноген бөлінеді, ол жараның жазылуына көмектеседі. Альфа-1 антитрипсин, альфа-1 антихематрипсин қабыну каскадын реттеп отырады. Қабыну кезінде нейтрофильдер өте көп мөлшерде келіп, өте көп мөлшерде медиаторларды бөлетін болса, олар тіпті өзіміздің тінді де зақымдауы мүмкін. Олар соның алдын алады және де жаңағы нейтрофильдермен бөлінген ферменттерді нейтрализациялайды. Антиоксиданттар көбірек бөліне бастайды, бізде көбейеді. Каптоглобин, марганец, супероксид дисмутаза. Олар бізде оттектің бос радикалдарынан тазартады. Темір байланыстыратын белоктардың саны арта бастайды. Ферритин, лактоферрин. Олар қан айналымдағы темірмен байланысады және олар темірдің мөлшерін азайтады, себебі бактериялар өздеріне темірді сіңіріп алады екен. Жалпы бұл бізде жедел қабыну кезінде болатын белоктар. Біз екінші түрі қабынудың ол созылмалы қабыну. Егер де жедел қабыну дұрыс жұмыс жасамаса, онда ол созылмалы қабынуға ауысады, немесе организмге өте көп мөлшерде қайта-қайта сол терінің зақымдалуы болса да созылмалыға алып келуі мүмкін. Созылмалы қабыну кезінде нормоцитарлы нормохромды анемияны байқаймыз және иммуноглобулиндердің жоғарылағанын байқаймыз. Мысалы, созылмалы қабынуға туберкулез кезіндегі гранулеманы жатқыза аламыз. Тері осылай зақымдалған кезде фиброзды тін ол жерде алынады, ол жерде гранулема пайда болады. Гранулема ол, яғни ол жердегі туберкулез инфекциясы өзінің сыртын қоршап алады. Ол жерге сөйтіп фагоцитоз процесі жаңағыдай бола алмайды екен. Ол себебі соның ішінде орналасқан, капсула секілді өзін қоршап алған. Біз анализ көрсеткіштеріне қарап, пациентте қабынудың бар немесе жоқ екенін анықтай аламыз. Ол үшін қабыну кезінде қандай өзгерістер болатынын білуіміз керек. Қабыну кезінде лейкоцитоз, моноцитоз, тромбоцитоз болады және ЦРБ-ның жоғарылауы ол негізгі көрсеткіштердің бірі. ЦРБ жоғарылайды, фибриноген жоғарылайды, ферритин жоғарылайды және альбуминнің төмендеуі байқалады екен. ЦРБ дегеніміз С-реактивті белок, ол бізде бауырда түзіледі. Қабыну кезінде ең максимум 6 сағаттың ішінде қатты жоғарылай алады. Бірақ ЦРБ ол кейбір аурулар кезінде ЦРБ-ның қатты жоғарыламауы болуы мүмкін. Ол мысалы жүйелі қызыл жегі, жүйелі склероз, ойық жаралы колит және лейкоз деген ауруларда байқап отырсақ, бұл аурулар созылмалы аурулар. Бұл аурулар кезінде ЦРБ қатты жоғарыламайды. Егер жоғарылап жатқан күннің өзінде бұл аурудың интермиттерленетін ағымын білдіреді, яғни созылмалы ағымын білдіреді. Келесі қабыну кезінде ЭТЖ, эритроциттердің тұну жылдамдығының жоғарылауы немесе ЦОЕ деп айтамыз. Жалпы эритроциттер қалыпты жағдайда олар біраз уақыттан кейін тұна бастайды, біз қанды алып қарайтын болсақ. Қалыпты жағдайда эритроциттер олар табиғатынан теріс зарядқа ие, ал қабыну кезінде өте көптеген белоктардың артуын байқаймыз. Бұл белоктар оң зарядқа ие. Белоктар өте көп болғандықтан эритроциттер, теріс зарядтар бір-бірінің тебуіне де қарамай, оң зарядтар өте көп болғандықтан эритроциттер бір-бірімен жабысады. Сонымен осындай эритроцит табақшалары жабыса бастайды екен. Жеке тұрған эритроцитке қарағанда мұндай жабысқан көп мөлшердегі эритроциттер олар көлемі жағынан да көп және де салмақ жағынан да көп. Сондықтан олар біз ЭТЖ-ны есептейтін кезде олардың өте жылдам тұнуын байқаймыз. Яғни осындай себептен ЭТЖ жоғарылайды екен. Бірақ кейбір ауруларда эритроциттердің формалары өзгеріп жатады. Эритроциттер басқа формаға иеленеді. Сол кезде керісінше ЦОЕ-ның төмендеуі байқалады. Мысалы, сфероцитоз, орақ тәрізді анемия кезінде. Және де қабыну кезінде плазма тұтқырлығының жоғарылауы байқалады. Бұл да бізде ірі белоктардың концентрациясының артуымен байланысты екен.
Яғни плазманың ішінде өте көп белоктар болады, сондықтан ол тұтқыр бола бастайды. Назарларыңызға рахмет.